58 жылы мен аспирантураға успешный өтіп кеттім. Өтіп, профессор маған тема берді, диссертационный. Мауреке почканы алмаштыру. Ошоны негіздеп. Тетіге жамбашын ішіне ошақа отырғыш керек да. Мен айттым, мазырын шал пересадка деген жоқ олығы. Мұның десем, профессор вообще умный кішелі айттым, Амбет, бір вақта саған рахмат айтады. Ты давай продолжай обоснуй деп. Уже 3 жыл ошол диссертацияны мен игілікті аяқтадым да. Эми Бауреке коллективтен отношениесі. Мен көпке чейін түшінбей жүрбедім. Дағале мені көп жақсы көрішпейді да. Анан бір күні комиссия, медицинстен комиссия келді деп барыбыз çoğulтып қалды. Баяқылы Жетаял, профессор, Жанұзақ деген доцент, старый холостяк, өзінің философия ішін жақсы білші. Бірақ мен түсіндім кейін аял алған жоқ үш бешера. Мындай какой-то мужский недостаток болса керек. Çoğulтып қалды, шындай арыз барды. Анан çoğulтып берді, менің үстімен арыз жазған екен. Bir sestra, bir sanitarka. Оқып берді, анан санитарканы чықырды. Мен ал санитарканы білбем, көрген демес. Мындай орта жашап қалған аял екен, орыс. Айтты, Мамакеев дүжүрт етіп атқанда түнкүсін мені чықырып суднап кел деп айтты дейді. Суднап келсем, ошы суднаға толтырып, чичіп тұрып, отнес деп айтты дейді. Алып шығып кеттім дейді. Мен оğuzumda açılı oturam, emne деген okumuş öyle. Anan sestirаны çıkırdı. Тоже evlisi var nemeken, anşeyindele bunday отношением жоғалы. Al, tigi sanitarka da, bu da meni qarap тұрып айтып atpaydı. Sestir aytады, meni хотели использовать. Вот, она мен чедовай, а что ты что, отказался что ли? Да, дейді. Анам айтып атады. Анан айттым комиссиясына тігілі. Ушының барына ішене отасыңар. Сен көзіңше айтып атпайды. Агер ішенсіңер, менің жерім тексербейлі психиатрический бригада шықырып тұрып, психиатрияға жібергіле деді. Ой, бұл адам менің ойымда жоқ нәрсе. Анын үстіне мен арықтыр тыйып. Мен құрсағым тоялек деді. Полный судна шыққанғадық деп тішелек мынандай бар. Десем, айтып атпайды. Сондан башталды. Анан подтвердил деп Нұрғазиева директор медицина. Ушыған дала жететтірді. Анан кейін Нұрғазиева шықырды. Ал бечара кіші деле директор министр болды шал. Андем қырғыз жоқ та, қырғыз аял деп көтерсе керек. Өзі қалдыйған чоң аял еле. Мындай бет жағы симпатичный, ылды жағы аялға ұқсаған емелі. Ошы шықырып айтты, сен хулиган, сен невоспитанный, сен не культурный, сені мен жоғатам. Сілерден қырғыздардан бешбармақ пахнет, чанаш қымыз пахнет, ушыл сөзді ардайым айтшы. Бешбармақ пахнет, чанаш пахнет деп. Анан шындай дейді, мен сені жоғатам, кетірем деді. Ой, шуған сізді шенеспесем, а как же? Комиссия подтверділіп келіп атпайды. Мен айттым, ой, мені көптен берілі бұлар жоғат албай жүреді. Адамның ойында келбеген нәрсені сәчен айтеді десем, жоқ, сені мен жоғатам. Өзіңіз біліңіз. Основание жеге жоғатасыз. Советский велосипедінде 40 жылдай болып болса керек, аны дағы теріштіріп көресіз. Беріңіз приказ, шығарсаңыз шығарыңыз. Жоқ. 15-20 күн өтті, андайын Шубладзе деген Ақымбаевта доцент, грузин елі, бір айтады, еврей дейді, андай чоң солидный кішелі. Ушыл проректор, зам директор. Çıkırıp beni tırtayıp içine arık balamın
başımın sılap, erkeletip, Mambetçik, ne uşunday söz yıldak bolup atkandan keyin sen ket dedi. Ket. Keyin bunun var unutulat, ıspakaydı gayrı özü çıkırdı. Ben anda aytdım. На основании чего вам снимаете? Давайте прекратим. Ладно, мы посмотрим, да, koy verdi. Dağı 15-20 günden dağı çıkırıvadı dedi. Gelsem, İşayip degen solidный kişiken morun görgön emesmen, başı takır, abdan zor kişi eken. Bul bizde Medinist'te partorg история partiyanın zap kapidresi. Bul morun uşap Respublikan Parti şkolda direktör eken, oşandan bizge geldi. Alda men ayva erkeletip, dalıman çapkılap, başıman sılap, Mambetçik, işte такой. Bunday jamanat bolup atkandan keyin sen ket, seni unutmayız, keyin çıkırdı olabız diye öyle deyip. Ona ben bu onday, ulan öyle öyle çıkır üçün tek. Ben ayttim, İşayip'te Александр Ильич, Валерьевич Александр Ильич. Вы дайте приказ. Makul men geteyim, emne kılayın desem, özüngdün собственный желаниеңmi dep arız жазды. Kimge жазайын desem, Nurgaziyeva'ga dedi. Anam verdi, kağız, ruşka kağız verdi. Emne deyim жазам desem, aytıp verdi, şunday yazdı. Anan ayağında ben o şandelik içine miyem var eken, ayağına yazıp koydum, pod diktokku İşayev'a dedi. İşayev alıp oturup okup, молодец, şey çağını şunutpeysin, bıcıldatpay. Devanan kol koyağı da, okuy koydu, pod diktokku İşayev. Hey, çocuk etti, zaman çocuk. Hey, а почему под диктокку İşayev yazdığında? Александр Николаевич, вы же диктовали мне. У меня такого мысли не было. Так писать desem, şunday ömü uzuldu, camın gözmenen karab, bir top turğanan aytdı. Оказывается, ты опасный парень dedi. Опасный парень dedi. Я покажу опасный деп, заявление tutup ırgıtıp bir basıp ettim. Как это так делать? Oşo oydan çıkarılgan yok. Аспирантский делом успешно продолжать ете Анан şu men защита etip atkanda. Ошол Александр Никитич неофициально оппонент был ученый çıkıp söylebedi. Men старый друг, партийный деятель, чуть не допустил ошибку dedi. Uşu Mambet'ti, magan zadание bergen, ушинтип айтсам, bul meni ошондо it kılıp çıkargan. Угадал наши мысли. Вот тогда я понял, кто он такой. Анда мен айткам өзүнө dedi. Ты опасный человек. Действительно не опасный, оказывается, очень талантливый, умный парень. Мамбет, я при всех перед ученым советом, я прошу извинения, кечирип кой деп ошол эсимен кетпейт. Анан ошол зор киши экен, мен атамбай болгон киши. Александр менен дос болуп кетти, аялына пересишадым, бир туугандарына перес, укмуш жакшы дос болуп кетти. Анан эми ушундай чыгайын, кийин защищать этип бир жерде доцент болуп, bu неотложный дежурить этип атсам, уже хирургия менен ушундай успешник этип аткан, ошон үчүн жабышкандардын бирөчтүк аглабай калышты. Анан түн ичинде 3 saat 10'dan кийин приемда отсам, bakırtı ökürüp naşilkeye salıp bir orus'ta alıp geletет. Arjağında bayakı menin üstümen жазган sestra geletет. Meni göre koyup al sestra jaman buzulup bakırıp şu betimenen jığıldı. Jörgölep tijelep gelip meni kucaktap, tijemen kucaktap ökürüp adat. Görse tigi perforativini yaz güyös, perforativini yaz bolup geliptir. Çıdabay. Anan meni göre koymadan it bolğon sezip, hem köp jıl ötüp ketken. Kucakta ökürüp adat. Мамбет, прошу извинения, я вообще скажу, меня тогда уговаривал, я в течение месяца, 2 месяца отказывал, все равно, я вас уволить, и мені қорқытып атып, мені ушинтип жаздырған dedi.
Ana men ayttım, sen dedim. Jatat menin tizemimde kucakta. Sen dedim. Kuyösü biledi eken. Kuyösü çok ontap, kıyınalap atıp, başın götürüp, ey sukka dedi ayağım. Ya тогда знал, тогда я тебе предупреждал, ай günösü yok kişiге, это такое свинство. Қатыспағанда sen болбай қойбадың ба? А теперь вот. Теперь менің судьбам Мамбеттің қолында деді. Ана мен айттым, ты не беспокойся, я тебя оперирую, ты будешь жить, не бойся деді. Я не мститель. Она Шура, это сестра, Шура, встань деді. Я тогда знал, это не твоя мысль. Сені говорит, еткен білем. Садись. Все подробно пиши. Кто тебе говорил, а потом я пойду оперировать. Қалшылдап титреп жазды. Не бойся, күйеуіңді мені спас деді. Ты пиши подробно. Анан жазып беріп еді. За отделение Пухова, Дина Петровна деген. Жаңағы Студенцова доцент, Круглова деген доцент. Ушының барлығы 2 ай мені қорқытып жаздырған деді. Ол көріп адады кешіріп қайды. Емі бір топ жүлетіп ұнытылып қалған, анан есім оп қалды. Идея справедливости ақыры болады екендер. Ошол уақытта менің Құдай қолдап жүрген, адыр айта менде Құдайым бар деп. Анан ерте Максим Ефимович профессор келді. Сразу келіп барып, теге Шураның қатын көрсеттім де. Максим Ефимович оқып, біразға шейін есі оп қалды. Дымы шықпай қалды. Анан кейін мен айттым, Максим, я теперь переверну этих сволочей беседы, дедім. Тогда меня сколько мучил. Десем Максим Ефимович, Мамбет, ты меня уважаешь? Уважаю, конечно. Если уважаешь, сколько лет прошло, это все забыты. Ты не поднимай. Не поднимай. Девять турвалды. Ой, Максим Ефимович, почему я должен? Я так подниму. Я переверну их всех. Деп болбадым. Артыман чорқап, үстіңгі этажға шейін барып, Мамбет, если ты меня уважаешь, ты послушай, ты не поднимай. Деп артыман ечіп бастырбай қойды. Бастырбай қойшы қатталды. Айлам жоғын, ұншықпай қалды. Ұншықпай қалдым ұшан мен. Еме ұшанда, атеге бая санитарка, бая ұшан кеннен кейін, ал сразу уволить етіп кетіп қалды. Емі ұшындай ақмақшылықтар болады екен. Емі мен башынан айтып жүрбеймін. Агер өзің таза болсам, хвостың чисті болса, қорқы отырған ештеңе жоқ. Мен ошонда да кейін де айттым. Жаңа 3 жол қинап кет дегенде мен давайте приказын бербейді. Алар да сезіп тұрады. Мұның барлығы организованный екен. Анан айталам бар екен ішінде. Ошонда мен айттым. Я не пугливый. У меня хвост свой задний проход показывает. У меня пока чистый. Я не боюсь. Анан ошентіп отырып, Құдай жалғап. Мен хирургия ушунчалык жакшы кетти, успешный. Элдин көпчүлүгү чоңдор, мен жасаган чоңдор калган жок. Ошол суранып калды, документ жасадым. Ой деп. Ошондо билдим, хирургияны түшүнгөндө баягы сайраган доцент, ассистенттер оказывается, хирургияны операция тил менен жасай албайт экен. Тил менен. Тил канчалык сайраган менен башынан колунан келбесе, ал тил bir aydan tüyünün geçiledi, ikinci gün çıkalmaydı. Dolayısıyla ardında хирургтар, bilimli bilgen kişiler gelir. Ülü o yoktu, zat künat. Oşanı menen süyleyip kala degende. Oşanlayla bildim, dilerdim, kim ekenim bildim. Men bu doçent bolup xirurg jakşı ketken. Oşanda bildim. Akazisaların köpçülüğü tilinden başka eştigi yok. Alar bildi, men açık ayttım. Menin karakterim грубый, открытый, нахальство, орыс тіл нашар білем де, мен күнге чейін ойнап алам. Ошондо мен доцент болуп
prava тигеннен айттым. Алар маған азапты көрсеткен. Мен айттым, со мной будет работать очень трудно. Подумайте. Ошон bir ayda жоғалышты. Bir ayda жоғалышты. Тұшты қасып жоғалышты. Мына справедливость дегенде ошонды білдім. Эми ошол параллельно. Мен нардайым айтып жүрбөйм бе? Хотя 95-ке чыгып ушундай бүт бар награда бүт болгонум бар го. Кудайга тоба дейин. Өз милдетимди специалист катарында мен 100% аткардым. Кыргыз элинин алдында жүзүм жарык деп.